Бәріне сәлем. Бүгін таңертең тұрсам, наным деген быжып ашып кеткен ғой. Түнде ашып қойған болатынмын. Ерте тұрып нанымды, бауырсағымды пісіріп алам деп ойлағам ғой. Кішкене кешігіп қалдым да, содан кейін ашып кетіпті. Енді білмеймін, дәмі шығып кетпейді ме екен, қалай ойлайсыздар. Сонымен қой шетінен кішкене бір зуаласын бауырсақ істейін дедім. Қалған барлығын нан істеп тастайын дедім. Бауырсақ өте дәмді шығыпты. Біреуін ұрып жеп алғасын ғой, қарным ашып кетті. Қазір балалар тұрғаннан кейін таңғы асқа осы бауырсақты ыстықтай жейді ғой деп таң атпай ерте пісіріп қойдым. Осылай бүгін енді пысықтығым ұстап жатыр. Одан кейін 4 зуала нан шықты ғой. Бізге негізі 4 зуала нан жетпейді. 1-2 күнге ғана жетеді максимум ше. Сіздер күніне неше нан жейсіздер қыздар? Бізде білмеймін, ер адамдар көп болғаннан кейін нан, бауырсақ деген енді күшті керемет желінеді ше. Үйдегілердің таңғы астарын беріп, қарындарын тойдырғаннан кейін барлығын далаға шығарып жібердім де өзім сразу обедке кірістім. Бүгін бізде обедке ет асып жатырмын. Кішкене қазы еттерім бар еді, соның барлығын асып қойдым. Үстінде қамырдың барлығын илеп дайындап қояйын, ие қанып тұра берсін дедім. Бір ас бөлмеме шықсам уже үлгере алмайтындай секілді сразу обедке кірсем менше. Сіздерде қалай негізі? Мен обед қонақтар келетін болса да ерте бастан дайындап аламын ғой. Еще бүгін қайнағаларым келетін болып жатыр. Сондықтан бір ет асып берейін дедім. Тапчанға столдың барлығын дайындап, өстіп күштеп тұрып дастарханды жайып, ашыларымды ашып, қыстан қалған банкілерімді, салаттарымды жасадым. Осылай күшті ғып дастарханымды дайындап, қонақтарымды күтіп алдым, тамағымды қойдым. Енді ана тамақ деген дәмді шыққан ғой қыздар. Көптен бері қамыр жемегеннен кейін ба білмеймін, өліп талып жеп алыппыз ғой. Барлығымыз да тамақтың дәмділігі екінші тарелканы салып келдім ғой барып ше. Сосын ағамнан жақтан бесікті алып келді. Кішкентай бесікте етін, сол жылап кетті ғой. Күндіз бесікке салам, кішкентайды кешкісін қасыма алып жатамын. Осылай қонағымызды күтіп жібердік. Енді қайнағамның аяғы, тырнақтарын жуып тазалап, сосын өзім бір жұмыстармен, шаруалармен сыртқа шығып қайтсам ба деп отырмын. Қазір мен машина үйреніп жүрмін ғой қыздар, сол жаққа шығуым керек. Айтпақшы қыздар, біз ару келін екеуміз батыл ойнап жатырмыз. Бүгін енді екінші заданияны берейін деп жатырмын. Менің тапсырмам магазинге барып бір пачка ручканы сатып алып келеді де, өзі базарға шығып, сол ручканы бір штугын атамның көзі деп 500 теңгеге сатады. Барлық ручканы сату керек. Ал давайте ару қыз сізге сәттілік, қанкей батылды орындай ма, орындамай ма көретін боламыз. Ал ары қарай мен қайнағамның аяқ қолын, беттерін барлығын жуып тазаладым. Барлық шаруаны бітіріп, енді өзім шаруаларыммен шығуым керек. Өстіп видеоны түсіріп, әлек болып жатсам, менің соткам жерге түсіп кеткен ғой, айдаланы түсіріп. Осылай вождениеға келді. Мен вождениеға жазылған болатын қыздар, 3-ші күн. Мен негізі коробка автоматты үйренем деп барған ғой, сөйтіп механика машинаны үйреніп кеткен ғой. Бірінші кезде қорқып сөйтіп отырып ем. Жоқ, нормаль екен, үйреніп жатырмын жай-жайдан. Сосын айтпақшы қыздар, менің инстаграм парақшама тіркеліп кетіңіздер.